Баршаңызға сәлем. Бүгін тез дайын болатын ораманың рецептімен бөлісемін. Ол үшін ұнымызға тұз, су құйып, қамыр илемізде бұқтырып қоямыз. Салмасына мен фарштың үстіне картоп, жуа және де морковь, капустаны салдым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Және де дәміне қарай тұз, бұрыш салдым. Барлығын араластырамыз. Содан соң бұғып тұрған қамырымызды екіге бөліп, оны жайылған қамырды екіге бөлеміз де, қамырымыздың бетін майлап, начинкамызды салып, 45 минут пісіріп аламыз мантаваркада. Өте дәмді әрі тез болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнұр. Рахмет.